Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз осындай мини чебуреки пісіретін боламыз. Жұмыртқаға шым-шым тұз саламыз, су құямыз, сұйық май құямыз да араластырамыз. Онды жаймендеп ситыдан өткізіп саламыз. Достар, өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін, содан қарасаңыздар болады. Демалдыру үшін салафанға салып қойып қоямыз. Салмасына жарты пияз тураймыз. Ұсақтап турап аламыз. Тартылған еттің үстіне саламыз. Тартылған ет менде тұздалған, сондықтан тек қана бұрыш саламын. Араластырып жібереміз де үстіне тағы да бір қасық су құямыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Қамырымыз демалғаннан кейін жұқалап жаямыз. Осылай дөңгелетіп кішкентай кесіп аламыз. Артық қамырды қатып кетпеу үшін салафанға салып қоямыз. Кішкентай етіп салып, аузын жақсылап бекітеміз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Сосын шанышқының көмегімен солай жан-жағын басып аламын. Арнайы құралдарыңыз болса, солай жасай беріңіздер. Қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Майды бірінші қыздырып аламыз, содан кейін оттың астын басамыз. Себебі бізде ішіндегі еті пісу керек. Екі жағын айналдырып отырып пісіреміз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне дайын болды. Ортасына майонез құйып, сарымсақты үкіштен өткізіп, араластырып жіберемін. Жасап көріңіздер достар, жасап жатсаңыздар ас болсын.